бүгінгі біздің сабағымыз Айдостың күйі Айдос. Оны бізге фортепиано өңдеген Ермұрат Үсенов. Бұл шығарма концертмейстермен бірге орындалатын шығарма. Және бүгінгі сабақта бізде оқушы Арыспаева Нурайлым, 9-шы сынып оқушысы. Осы сыныпқа арналып, үлкен сыныптарға арналып шығарылған шығарма Айдос. Бұл шығарманың қазір бірінші біз талдап аламыз. Бүгін бірінші рет келіп отыр. Бүгін бірінші рет қарап отырмыз. Тональності бірінші айтайық, қанша бөлім болады? Ре мажорда дұрыс. Ре мажорда орындалып шығарма, ең алғашқысында бірінші концертмейстер орындайды. Одан кейін барып сен бастайсың, ре мажорда ашық шекте бастайсың. Қандай белгілер бар, қарап ал. Фадес, до диез бар, басқа артық белгілер жоқ қой? Жоқ. Артық белгілер жоқ. Сосын қайталанатын жерлері қазір саған ағайындарын түсіндіреді, қай жерде қайталау керек, қай жерден қай жерге көшіру керек, соның бәрін қараймыз. Ал енді ағайынға қарап отыр, бірінші құлағын келтіріп алып. Мен ойнаймын, саған бірінші. Тек бәрін сразу берем. Басында мынау темір бірақта төмен, сосын бірақта жоғары ойналған кезде қаттырақ ойнайсың, үстіне орта шыққан кезде. Ана жерде екі теманы өзгеше. Сосын басында ашық шекті может фортеге ойнайсың. Форт ойна. Сосын қараң, мына жерде фа или акцент бер, болмаса қышпен бөліп ба, бірдеңе жасау керексің. Түсіндің ба? Ал кеттік, бірден. Екі тақып берем.
Иә, егер нотаның астында сызық болса қалай аталады? Штрихтің аты. Бөліп ойнайсың. Лига, бірақ бөліп ойнайсың. Түсіндің ба? Иә? Сыдан бастап, сосын шығар. Теманы шығарасыңдар, решеп ол қосымша жүреді, иә? Музыканы тоқтатпай, постоянно алға жүріп отырды. Ре, до, си, ля, қайтадан сыдан. Ол екінші саусақ. До диез. Ми. Енді фа жеке. Фа, ре. Ми да жеке. Я. Кеттік. Атсыйдан, я. Бірінші рет форте ойнады, екінші рет пианоға кетіп қалайшы. Дәмі сол жерде ля-ля деген. Форте кетіп қал енді. Бас. Жоқ, ол түсінбеді әлі. Қара, Нұрай. Мына жерде бір ляны бөлесің, екінші ляны лигамен бөлесің. Сіздан. Я, не. Біріншісін жұлқып аласың, сосын түсін ба, смычоктың ішінде бөлесің, түсін ба? Я? Жоқ, ля-ля, распива, и распива, түсін ба? Ал енді бірге концертмейстер. Форте, шығар. Енді пиано. Сол темпте. Ішке шығар. Екінші ретінде пиано, бірінші ретінде форте. Я? Давай, бірінші ретінде көрейік. Форте, шығар. Молодец. Форте. Енді көтеріледі. Сидан бастаймыз, ляны бөлмейміз. Бір смычоктар, иә? Бірақ та смычоктың ішінде бөлеміз штрих, түсін ба? Сидан бастайық. Си. Си, мына. Ля, до.
ля, до, си, ля, ре. Қайталанатын жері бар. Иә. Ешқандай нені саусақты ауыстырмаймыз. Қалай тұр? До екінші саусақ, үш, до екі. Түсінің ба? Оны былай, екі саусақпен, бір саусақпен ойнама. Ми түр саусақпен тұрады. Тек бір шысқышта. Фальш кетіп жатыр, иә? Тазалап кетіп жатыр. Сразу алдағаннан бастап сразу таза ойнау керек. Қолыңыз ұстын. Сосын рен айғалатпаймыз. Тема ля шемдеген. Саусақтарын нетіп ал, қарындаспен жазып ал. Мына до екінші саусақ. Қалай біз гамма ойнаймыз, тура солай саусақтар түсініп ба? Ешқандай саусақ ауыспайды. Пианодан әке фортеға алып келгенбіз. Сен бәрін бір қалыпты ойнағансың. Мына жерде форте ойнаймыз да, сосын сол жерден келесінде мына жерге сольға келгенде пианоға жоқ болып кетті. Ба? Соны жаса кетті. Ля, до, си, ля. Сома?
қойса. Фортені қатты шығар, қорықпа Нұрай. Жоқ, Нұрай, әлі түсінбедің сен. Нотаны шығарайын ба? Алып кеттік. Жаңа повтор. Бірінші рет форте, екінші рет пиано, иә? Иә. Ой, молодец. Пьеса ойнағанда да уже формасын көріп, қай жерде пиано бастаймын, мына жерде ең қатты жері осы, ең шыңы бітетін жері, мына жерде фраза бітеді, соның бәрін сразу бастан бастап сразу істеу керек. Сосын әлше онда уже сен үлкенсің өзің нетесің, иә? Келесі жолы тағы да тазалау керек. Сосын қара Нұрай, бұл күй ғой. Бұл күй. Бұлбыраған арналған. Формасы күй ғой, иә? Бұл шертпе күй, шертіп батылып та. Сол жердегі алғашқы тема. Соны жасау керек та, музыканы үздіксіз ойнау керек. Сен де жер, алғашқы жүріп отырсың, бастайын артқа теңіз. Не жоқ, Нұрай, пауза мүлдем жоқ сенде, бастан аяғына дейін. Ешбір жерде сенде пауза жоқ. Түсіндің ба? Әрқашан сен неде жүру керексің, музыканың ішінде жүру керексің да? Сен солистің, ағайды алдыға сен алып жүру керек. Мен емес, сен менен. Сондықтан қорықпай ойна. Ал кеттік қайтан басынан бір рет ойнайық. Сосын қара, басындағы фортені жасаймыз, летса фортені бастаймыз. Екінші тема жүрген кезде форте ойнаймыз, қатты дыбыс шығарамыз. Сосын пиано бар жерді пиано ойнаймыз. Ол қай жер пиано? Пиано екінші рет қайталағанда. Сосын міне мұнда, акценттан кейін бірден пианоға кетеміз де, соны көтереміз. Сен бір қалыпты қалып қаласың пианода. Сосын есіңе түседі, сонан кейін форте ойнайсың. Ал ол жерде сен екі такпа, үш такпа, алдыға ойлау. Ойнап кезде, алдыға ойлау. Сосын мына жерде қарам, сенде тема басталады, сен бірден фортеге түсесің. Неге? Бұл жерде пиано. Постепенно сосын көтеремін. Решение көрдің ба? Зор кейін барып фортеге алып келесің, ол мына жерге алып келесің.
Одан кейін тема бірінші рет ойналады. Си, до, ре, ми дегенде бірінші форте. Екінші ретінде қайталағанда тура сол тема, бірақ пианода орындалу керек. Сосын ары қарай келеміз, жүреміз бұл жерде. Бірден не болады? Форте. Сфорцанда. Бірден дыбысты не істейміз? Дыбыс жоқ болып кетеді, иә. Содан кейін оны не істейміз? Күшейтеміз, иә, дыбысты күшейтеміз. Сосын фортеға түсеміз. Одан кейін қара, нелерді қайталауларды ұмытпай, иә. Мынаны ойнағаннан кейін мына жерге түсеміз, си деген. Оны ойнап келемізде, біріншісін ойнамаймыз, иә. Екінші қайталауға түсеміз. Бұл жердің ритмін ұқтың ба? Болды, аса бір қиын ештеңе жоқ. Бұл жерде ең бастысы не жасау керек? Нюанстарды, иә. Штрих-шарына қалай екен? Штрихтары жөндедік. Қиын ба, саған штрих ба? Жоқ. Тек санау керек. Саусақтарын сосын қарындашпен жазып алайық. Саусақтар до, екінші саусақ. Бірге түспейміз. Мына жерде де екінші саусақ. Сосын бөлек ойнайтын жерлерді бөлек ойнаймыз, акцент беретін жерлерге акцентпен түсеміз. Содан кейін міне қара. Соль, ля-ля-ля, соль. Жоқ болып кету керек, да? Екі нотаны қатты ойнаймыз да, акцент беріп жоқ болып кету керек. Түсіндің ба? Мынау Тәттімбетке қатысы жоқ қой? Тәттімбет пен Айдос шертпек күйшілер ғой, соған шыққан күй ғой. Білесің ғой кім композитор, иә? Кім? Үсенов. Ермұрат Үсенов. Біздің қазіргі кездегі ең мықты композитордың бірі. Именно бізге қобызға арнап шығарылған шығарма, ыңғайлы болу керек саған. Бәрі ма? Көз құлағын. Ашық шек қой, ода бұл тарт бас, қорқпа. Батыл ойнасың. Қара отыр, ағайын. Екі шекке қарап ашыңыздар. Фаршылар болмаса бөліп тарту керек та. Бағана до, ре деген сияқты, иә. Ля, соль, фа, ми, фа болу керек та, иә. Әйтпесе ол кісі алатында саған мына сияқты жартылық нота жаза салатын еді ғой. Иә. Оны бөліп керек. Иә, қайтадан бастаған, иә. Ағайына қарап бірге баста, бірге баста. Фортемен түс.
сиға алып келу керек деген Я си уже не болады, форте болады, я? Қай жерден бастаймыз? Б-дан бастаймыз. Б-дан бастаймыз, а? И. Форте. Б. Темада, иә. Сольдың несінде қалды, бірдей болып. А ол сольдан жоғары естілу керек. Правильно, темадан бастап бүкіл ноталардың бәрі сол сиға келе жатты ғой. Осыны алып келу керек бәрі. Мына жерден бастап сол сиға дейін, иә? Кеттік сол Б-дан қайтадан. Алдын ала ойлап отырды. Қалай ыңғайлы солай ал. Бірақ та бір қалыпты бір нотаны ұстап отырма. Кетті қайтадан дейді. Именно жақсы жасадың. Бірақ сиға келгенде қорқып қаласың. Қорықпасың. Шығармасың. Жоқ, просто қара міне, мына екі фаны білесің, мына екі фаны қиын. Ми, фа, 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 ми. Түсіндің ба? Бірінші фа мына жердегі қысқа, иә? А мұнда соңғы фа қысқа. Қайтадан, иә?
келші, қарашы міне. Ля, ми, фа, ля, фа, ми, фа, фа. Сен фа, ми, фа деп ойнап жатсың. Ля, түсінді? Сол жерді мына жерде реприза бар ғой, ля. Сол жерді екі рет ойнайық, иә? Содан ары кетіп қаламыз керек. Шығарманың формасын оқыдың ба? Қай жерінде қайталар, қалай айтасың? Жақсы шығып келе жатыр. Мына жерден ойлайықшы. Қайтадан екі рет қайталаудан. Себебі анық түсе алмай жатсың, қорқып отырсың. Міне шығар, қорқпа. Бірінші форте. Жоқ, сен кешіп онда мына төмен келіп қалады. Сонда дұрыс керек. Тұр ба? Қайтадан лядан қайталайық. Форте. Соңғы фа мен миді жұлқылып ойнайсың. Ол бөлгенде де жұлқымау керек. Көрші қандай нәжден. Себебі бұл жерде акцент ештеңе жоқ. Бірақ мына жердегі акценттерің шықпайды. Ми мен фаны не үшін акцент беріп жатыр ол? Мына сольға дайындайды ғой, ол сольға дайындайды, бірақ фортеге шықпайсың. Пианоға дайындайсың. А бірақ сенде акцент
шықпайды мүлдем. Сен жай ойнайсың, ми, фа, соль, соль, соль деп ойнайсың. Сонда әр тақырыпқа отырайын иә? Неге акцент тұр, неге солай, неге ол жерге әкеледі, неге мына жерде. Просто өзің қарап отырсаң бәрі өзің сразу понятно болады. Сосын си, до, ре, сиға таза түспей жатса. Жылжығанда да анық болды. Міне, жетпей қалады. Түсінің ба? Енді қайтадан акцент жасап көрші, неге шықпайды акцент? Жетпей қаладың сол. Точно түсіп отыр. Четко ла-ля. Түсінің ба? Енді басынан бір көрейік, сонымен... Басынан көрейік, үлгермейтін сияқты. Онда жаңа жасаған жерімізді көре салайық. Сабағы. Қайсалаудан жетсек, и бірден соңына жетейге. Екіге түсіп кетеміз де сразу. Екінші вольтаға. Екінші вольтаға сосын. Сұрақ бар ма? Сұрақ жөнінде түсіндірме жоқ па? Түсіндім. Барлығы түсінді. Болды, онда осы бүгінгі сабағымыз аяқталды, Нурайлым. Барлықтарыңа рахмет. Осылай үйде қайталап, бәрін жөндеп, артқан нәрсенің бәрін жасап келіп кетеді. Рахмет.